Барлықтарыңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі тіл үйіретін шоколадты капкейка дайындаймыз. Құрамына ұн, қопсытқыш, қант, ас содасы, су май, жұмыртқа, какао, сүт қажет. Ұнымызға какао, ас содасы, қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Басқа таза ыдысымызға жұмыртқаны салып, қантымызды қосып араластырамыз. Сүтімізді қосамыз. Су майымызды қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған құрғақ қоспамызды бетіне себеміз. Себіп отырып араластырамыз. Қайнаған суымыздан 2 қасық құйып араластырып аламыз. Өздеріңізге ұнаған формада пісірсеңіздер болады. Формамызға қатты толтырмай орташа қоямыз. Духовкада 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Кремін дайындауға сливки, сахарный пудра, творожный сыр керек. Сливкиміз 33-35%, холодильниктегі суық болу керек. Сахарный пудрамызды қосып араластырамыз. Қоюлана бастағанда творожный сырымызды қосып миксерлейміз. Насадкамыз мешокқа салып, кремімізге қалаған түсті бояғымызды жағып, араластырып аламыз. Кремімізді мешокқа саламыз. Капкейкамызды суытып, бетіне әдемілеп кремімізді жағып шығамыз. Бетін өздеріңіз қалағандай әдемілеп шықсаңыздар болады. Капкейкамыз дайын. Дәмі өте ерекше, жасап көріңіздер.